Сәлем достар, бұл бейістің кино әлемі. Бұл ретте шынайы оқиғаға негізделген фильм «Бұзақы» жайында айтамыз. Әңгіме бір түнде басталды. Бір ақ машина қара түсті машинаның артынан түсіп, адам жоқ ен жерге келгеннен кейін, кенеттен жылдамдығын арттырып, қара машинаның артынан соқты. Қара машинаның иесі ашуланбады, тек суретке түсіріп, сақтандыру компаниясы арқылы шешпекші болды. Бірақ ақ машинаның иесі кенеттен оған пышақ ала жүгіріп, оны аяусыз өлтіріп, артынан машинасына отырып қашып кетеді. Кеннан қаласында өткен жылдан бастап көптеген кісі өлімі тіркелген, бірақ ешқандай қылмыскер ұсталмаған. Чыңтай, жолы болмай жүрген полицей, бар мақсаты бұзақыларды ұстап, марапатқа ие болып, арманына жету. Бірақ әлі бір орай болмай жүр. Осы күні ол оқиға орнына бара жатып, көшеден рекеттердің адамдарын көріп қалды. Ол енді рекеттердің ашқан ойын алаңына келіп, өзінің ашуын солардан алмақшы болды. Жаңдун, рекеттердің атаманы, осы кезде жаттығу жасап жатқан. Полицейдің бәле іздеп келгенін естіп, жаттығуын тоқтатты. Жаңдунның қалалық полиция бастығымен байланысы бар. Әр айда полиция бастығына рахметін беріп тұрады. Енді ол полиция бастығына хабарласып, қол астындағы Жынтайға ие болуды айтады. Полиция бастығы да дәрменсіз, амалсыз Жынтайға хабарласып, оған кешегі адам өлген жерге тез жетуді айтты. Жынтай оқиға орнына келіп, қатыгездікпен өлтірілген қара машинаның иесін көрді. Сарапшы қыз зардап шегушінің қансырап өлгенін айтты. Машинаны айналып тексеріп жүріп, Жынтай машинаның артқы жағында ақ түсті машинаның краскасы жұғып қалғанын байқады. Зардап шегушінің қарызы да, кектеніп жүрген адамы да жоқ болып шықты. Және пышақ іздеріне қарағанда кәсіби киллерде емес, бірақ ешқандай саусақ бедері сияқты дәлелдерде қалтырылмаған. Полицей бастығы бұл делоны тонаушылық үшін адам өлтірген деп, сондай тарихы бар адамдарды тексеруді тапсырды. Бірақ Жынтай осы делоны және алдындағы болған екі делоны да бір адам істеген деп ойлайды. Себебі бұл үш қылмыстық істеде істетілген пышақтың ұзындығы да, ені де бірдей. Ал полицей бастығы болса, өз жұмысыңа жауап бер деп, және рекеттердің ойын алаңына тиіспеуді ескертті. Жақында Жаңдунның жеріне оған қарсы топтың атаманының көзі түсіп жүрген ойын алаңының жартысын бөліп бер деп ашығын айтты. Бұған Жаңдунның көмекшісі шыдай алмай, қарсы жаққа ескерту жасады. Бірақ қарсы жақтың да көмекшісі оған сөз қайтарып, және атаманы үстіне тамақ шашты. Жаңдун өз көмекшісіне бір жұдырық ұрып, әділетті болу үшін қарсы жақтың көмекшісінің екі тісін жұлып, атаманының стаканына салып берді. Қарсы жақта осал емес, стакандағы арақты үндемей жұтып алды. Кездесуден кейін Жаңдун жалғыз қайтам деп жолға шықты. Ен жерге келгенде кенеттен артынан машина соқты. Ол алдындағы ақ машинадағы киллер. Жаңдун ақшаға мұқтаж емес, оған болды кете бер дейді. Киллер түсінбей қалды. Қайта кете берейін ба деп сұрай берді. Жаңдун машинасына қарай бұрылғанда жүгіріп келіп пышақ сұқты. Бірақ Жаңдун да жай адам емес. Оның пышағын тартып алып, иығына қадап берді. Енді киллер қорқып қалды. Машинасына отырып, Жаңдунды соғып қашып кетті. Жаңдун ауыр жарақат алған, больницаға жеткізілді. Оның көмекшісі бұны істегендер қарсы топтың адамдары деп ойлап, оларды іздеп келіп, таяқтың астына алды. Ал осы кезде киллер өз жарақатын кітап шегесімен шегелеп жатты. Жаңдун да құтқарылып қалды. Киллер жақын маңда иттің даусын естіп, оны өлтіріп, ашуын алмақшы болады. Осы кезде ит қорасының күзетшісі келіп қалып, киллердің қолынан қаза тапты. Жаңдун киллердің іс-әрекетінен оның рекет емес екенін біліп, киллердің көлік номерін көмекшісіне беріп, іздеуді тапсырды. Полицей Жынтай хабар алып іздеп келді. Ол оқиға туралы ақпарат жинамақшы. Бірақ Жаңдун өзім жығылып қалдым деп ештеңе айтпады. Ол киллерді өзі тауып, сазайын бермекші. Жынтай Жаңдунның машинасын тауып алып, оның машинасының артынан да ақ машинаның краскасы жұғып қалғанын көрді. Түсінбеушіліктен зардап шеккен қарсы жақтың атаманы Жаңдунды іздеп келіп, әділдік сұрады. Жаңдун өз жағының қате кеткенін біледі. Сондықтан қомақты ақша төлеймін деп уәде берді. Бірақ қарсы жақ оған қысым түсіріп, оның саудасына қол сұқпақшы болды.
кетерінде атаман болып тұрып пышақталсам өліп алар едім деп ақымақтады. Жыңтай полиция бастығын іздеп келіп, одан адам сұрап, киллерді іздемекші болды. Бастық бұл деломен Жандуңның қатысы барын естіп, өзіне рахмет берілмей қалады деп ойлап, бұған араласудан бас тартты. Осы кезде киллер тағы қимылдай бастады. Ол аялдамада жүк көлігінің жүргізушісін пышақтады. Осы кезде Жандуңда адам тауып, өзінің сипаттауы бойынша киллердің суретін салдырып шықты. Суретпен нақ адам аумайды. Киллер жүргізушіні өлтіріп, жүк көлігіне отырып жолға шықты. Осы кезде арт жақта ұйықтап жатқан кезекші жүргізуші оянды. Оны көріп, киллер қарқылдап күле бастады. Артынан оны да өлтірді және адам өлтіріп жүрген пышағын жол шетіне лақтырып жіберді. Жыңтай рекеттің заңсыз ойын алаңын адам бастап жауып тастады және Жандуңға оны пышақтаған, адам өлтіруді ойын қылған киллер екенін айтып, бұдан да көп адам зардап шекпеу үшін селбесіп бірге киллерді тауып, абақтыға жабуға ұсыныс жасады. Осылай болса Жандуңның саудасына да тиіспейді. Бірақ бұндай жаза Жандуңның көңілінен шықпайды. Осы оқиға оның беделіне ықпал жасаған, тіпті саудасына әсер еткен. Жандуңның көмекшісі киллердің тастанды еткен ақ машинасын және жол бойына тастап кеткен пышағын тапқан. Бірақ саусақ бедері мен ДНК-сын тексеру үшін полициялардың көмегі керек. Жандуң амалсыз Жыңтайды қайта шақырды. Екеуі ақпарат алмасып, киллерді ұстауға бекінді. Жандуң адам күші мен ақша шығарады, ал Жыңтай сараптамаға жауапты болды. Ал киллерді кім бұрын ұстаса, соған тиесілі болатын болып келісті. Полицей сөзінен тайып кетпеу үшін Жандуң екеуінің сөзін жазып алған. Жыңтай оны біліп, аппаратты шағып тастады. Бірақ Жандуң барлығын бейне жазбаға жазып алған екен. Осылай бір-біріне сенбесе де, рекет пен полицей бірлесті. Енді Жыңтай екі полиция досын көмекке шақырды. Екеуіне барлық ақпаратты айтып беріп, бастықтан жасырып, тексеруге кірісті. Жандуң де барлық адамдарын жинап, киллерді іздеуге кірісті. Бірақ бұдан бұрын Жандуңның тағы ойлағаны бар. Ол өзіне қарсы топтың атаманын көзін жоймақшы. Осы күні түнде Жандуңның көмекшісі киллердің пышағын алып, қарсы жақтың атаманын өлтірді. Мақсаты оның өлімін киллерге жабу. Ойлағанындай сараптама бөліміндегі қыз пышақтан соңғы өлген бірнеше адамның ДНК-сын тексеріп шықты. Бұны естіген Жыңтай атаманды өлтірген Жандуң екенін бірден білді. Енді ол Жандуңды іздеп келді. Бірақ телефонмен сөйлесіп тұрған Жандуңға да шамасы жетпеді. Жандуң өзінің өлтіргенін мойындады, бірақ селбесу бәрібір жалғасады. Пышақтан көп адамның ДНК-сы табылғандықтан, енді бұл делоның сипаты өзгеріп, сериалды адам өлтіруге көтерілді. Билік басындағылар арнаулы комиссия жіберіп, делоны өз қолдарына алды. Арнайы бөлім Жыңтайдың бөлімшесіндегілерді менсінбей кекеп сөйледі. Екі жақ төбелесіп қала жаздады. Хабарда атаманды өлтіргенмен алдыңғы болған істің қылмыскерлері бір адам екенін айтып жатты. Киллердің "осы жолы мен емес" деген сөзін жанындағы бала естіп қалды. Киллердің түрін көріп, қорқып үндемеді. Жала жабылған киллер атаманның жерлеу рәсіміне келіп, оның көмекшісін тапты. Жандуңге бір қарап, "біреу менің пышағыммен атаманды өлтірді" деп жазған қағазды берді. Артынан сөзін естіп қойған баланың әкесінің артынан түсіп, оны өлтіріп, машинасын айдап кетті. Жандуң мен полицей Жыңтай киллердің тастап кеткен ақ машинасының ролынан қан дақтарын байқады. Енді ала бергенде өліп қалған атаманның көмекшісі адам бастап Жандуңнан кек алғалы жетіп келді. Төбелес барысында көмекшіні Жыңтай абайсызда өлтіріп қойды. Бірінші рет адам өлтірген Жыңтай сасып қалды. Оған Жандуң бұл істі өзі шешетінін айтты. Киллердің делосы комиссияларға берілді. Бастығы Жыңтайға бір барымта жайлы делоны тапсырды. Жыңтай ашулы, ол бастығының әу баста өзіне сенбегенін кінәлады. Барымталанған бір кәсіпкер, қылмыскер оның әйелінен көп ақша талап етіп, бірақ күйеуімен сөйлестірмеді. Әйелі уәделескен жерге ақшаны алып келді. Үйдің төбесінде жасырынған Жыңтай да қылмыскерді байқап қалды. Екі әріптесімен оны қуа бастады.
Бірақ соңында бәрібір із жазып қалды. Ал бұл барынташы киллер болатын және барынталанған кәсіпкер сөзін естіп қойған баланың әкесі оны баяғыда өлтірген. Сарапшы қыз киллердің машина ролына қалдырған қанның дағынан оның кім екенін тауып шықты. Чыңтай киллердің үйіне келіп және маңызды бір зат тапты. Ол киллердің суреті. Бұны көрген Чыңтай бәрін түсінді. Бұл бүгін өзі қуған барынташы және Жандунның сызған суретімен бірдей. Чыңтай барынташының дыбыстық жазбасын Жандунға естітті. Ойлағанындай, түнде оған шабуыл жасаған киллермен бірдей болып шықты. Киллер бала кезінде әкесінен зәбір көріп, жетімдер үйінде өскен. Оның анасымен хабарласып, аз уақыт ішінде оның тұратын аймағы анықталды. Енді Жандун мен Чыңтай өз адамдарын жинап, киллердің фотосын оларға беріп, іздеуді бастады. Арзан жатақхана, қонақ үй, күндікке және ұзақ уақытқа берілетін пәтерлердің біреуінде қалдырмай, тіпті шарапхана, ойын алаңдары, интернет-клуб, караокелерді де іздеді, бірақ еш нәтиже жоқ болып шықты. Осы күні жаңбыр жауып тұрды. Жандун қолындағы шатырын бір оқушы қызға берді. Артынан қыз көлікке отырды. Чыңтай екеуі киллердің де автобуста отырғанын байқамады. Түнде полициялар мен рекеттер бас қосып, тамақ ішіп отырғанда хабардан мектеп оқушысы өлтірілген жайында естіді. Жандун хабардан өзінің күндізгі қызға берген шатырын көрді. Енді ол адамдарын сол аймақты түбегейлі тексеруге жіберді. Ең соңында бір қонақ үйден киллерді тапты, бірақ ол жаңа ғана шығып кеткен. Енді олар бірнеше топқа бөлініп киллерді күтті. Көп ұзамай киллер де келді. Бірақ ерекше сақтанып жүрген киллер үйдің төбесіндегі адамды көріп қалып, газды басып қаша жөнелді. Жандун мен Чыңтай да артынан қалмай қуды. Соңында екі жақтан қысып әрең тоқтатты. Бірақ киллер жаяу қаша жөнелді. Басқалары да бөлініп артынан қалмай қуды. Жандунның көмекшісін киллер пышақтап кетті. Ол өлер алдында киллердің қашып кеткен бағытын көрсетті. Жандун қатты ызаланды. Көмекшісінің өтініші бойынша киллердің артынан түсіп, қалдырған қанның дағын пайдаланып, бір караокеге келді. Бұл жерде бөлмелер көп. Жандун шетінен іздеді. Бір бөлмедегі қыздардың эмоциясы басқаша екенін көріп, кіріп келді. Киллер шынымен осы бөлмедегі туалетке тығылыпты. Жандун есікпен қосып оны құлатты. Балғадай жұдырығын сермеп, есікті тесіп өтіп, киллерді төпештеді. Артынан Жандун оны сүйреп алып кетті. Жолда киллер Жандунды мазақ етті. Жандун бір ұрып, талдырып қойды. Жандун оны өз апанына алып келіп, таяқтың астына алды. Ал оны өлтіргелі жатқанда, Чыңтай кенеттен машинамен келіп, Жандунды соғып ұшырып, киллерді ұстап көлігіне салып алып кетті. Артынан киллерді алып полиция бөлімшесіне қайтты. Осылай өзін менсінбейтіндердің аузын жапты. Одан кейін киллер емханаға жатқызылды. Бірақ ол ештеңеден алаңдамайды. Ал Жандунға келетін болсақ, Чыңтай оның заңсыз ойын орындарын жауып, адамдарын ұстап, оғанда іздеу жариялаған. Бірақ Чыңтай киллерді ұстап алғанымен, қолындағы дәлелдің барлығы қосалқы дәлел, оны айыптай алмайды. Киллер тергеу бөлмесінде Чыңтайды мазақ етіп, өзінің бірінші реткі адам өлтіргенін айтып берді. Чыңтай ашуланып кетті. Бұндай болатынын білсе, киллерді Жандунға бере салу керек еді. Сотта киллер ұялмастан, егер сендер дәлел таппай, мені өлім жазасына кесетін болсаңдар, онда нағыз киллер сендерсіңдер деді. Ал ана 5 адамның қаны бар пышақта, киллердің саусақ ізі де жоқ. Себебі киллер өз саусақ ізін күйдіріп тастаған. Бірақ осы кезде куәгер сотқа келді. Ол рекеттердің атаманы Жандун. Осыдан бұрын Чыңтай оны іздеп барыпты. Алдында өзінің қарсы жақтағы атаманды өлтіргенін мойындағанын жазып алған екен. Соны көрсетіп, егер сотқа бармасаң, жазбаны жариялаймын деп мәжбүрлеген. Сотта Жандунға киллердің сені пышақтаған адам екенін қалай дәлелдейсің дегенде, ол өзінің адам тауып сыздырған фотосын алып шықты. Осы кезде киллердің адвокаты шығып, рекеттердің пышақталуы жиі болады, бұл сурет дәлел болмайды деп ақталды.
Енді Жандың киімін шешіп, денесіндегі пышақтың орындарын көрсетіп, сол түнде болған істі баяндады. Және киллердің де сол жақ иығына пышақ қадағанын жеткізді. Иығын көрсе, шынымен пышақтың орны тұр. Онымен қоса киллердің көмекшіге берген қағазын алып шықты. Осымен киллердің жазуын сәйкестендіруге болады. Ал бұл қағаздың алдын жыртып тастаған. Қазір менің пышағыммен атаманды өлтір деген сөз болып қалған. Ал бұл қағазды киллер Жандың өзінің көмекшісіне берген деп айтты. Себебі өзінің көмекшісін киллер өлтіріп кеткен. Одан ешкім жауап ала алмайды. Осылай Жандың да атаманды өлтірді деген айыптан құтылды. Киллерді де соттауға дәлел табылды. Киллер соңында өлім жазасына кесілді. Жыңтайда өз арманына жетіп, марапат алып, мансабы өсті. Жандың абақтыға қамалды. Бірақ атаман қайда жүрсе де атаман оған қошемет көрсетіп күтіп алды. Түрмеден Жандың киллерді көріп күлді. Киллер де сасып қалды. Алдында куәгер болу үшін киллермен бір абақтыға отырамын деп Жандың Жыңтайға шарт қойған екен. Енді Жандың арқанын сүйретіп киллерге келді. Киллердің өлім жазасы атқарылатын күнге аман жетуі белгісіз. Осымен фильм аяқталды. Ұнатқан достар лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.